Қайырлы күн. Бүгін салат жасап көрсететін боламын. Алдымен қайнап тұрған суымызға брокколи мен цветной капустаны 3-4 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Салатымызға қажет заттарды бірін-кетін осылай салып шығамыз. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Көк пияз, кинза, чеснок, татымына қарай тұз саламыз. Паприка, кориандр. Енді қызып тұрған майымызды үстінен құйып араластырамыз. Осындай керемет салатымыз дайын болды. Ұнаған болса лайк басып қойыңыздар.